Бетон мына жақтан бұрылып келеді. И мына жерде есік болады. Есікке бізде осындай заглушкаларымыз бар. Фанера 40-қа 110 деген. Просто қоя саласыздар. Бір вариант осылай қоюға болады. Екінші вариантымыз осы фанераны аластағыны мынау тайроттарға тақап қоя салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің проектілеріңіз бойынша қай опалубканы, қай размерді, қай жерге қою керектігін мен өзім сызып көрсетіп берем. Сол бойынша кеп қоя саласыздар, қиналмайсыз. Біздің 40-қа 40 опалубкамыз колоннаға арналған. Бұл зданиямызда дуалдың биіктігі 3 метр болады. Бетоннан осы опалубкамен құрылады. Қазір бірінші қатарды құйып болғаннан кейін опалубканы шешіп, қайта майлап, екінші қатарын құрады. Осылай 3 рет құрып, астыңғы подвалын бітіреді. Тоқылған арматураларымыз